Сабаққа қатысушы менің әріптестерім, бүгінгі біздің 9-А сыныбымызбен өтейін отырған тақырыбымыз тіркес тұқым қуалау, жыныстық хромосомалар және олардың гендері. Тақтаға назар аударсаңыздар, бүгінгі сабақтың мақсаты тұқым қуалаудың хромосомалық теориясы туралы тұжырым жасау керек, жынысқа тіркес белгілерді ажырата білуіміз керек және генетикалық есептер шығара білу керек оқушылар. Негізгі сөздер мен сөз тіркестері бұлар гендер, морганеда, аутосома, жыныстық хромосомалар, жыныспен бірге тұқым қуалайтын белгілер, гомогаметалы жыныстар, гетерогаметалы жыныстар, аталық және аналық. Сыныптағы жазылым үшін пайдалы ағылшын тіліндегі бірліктер олар ген, гамета, гамет, генетика, генетикс, ұрғашы немесе аналық дара, фемейл, еркек, аталық дара, мейл деп аталады. Бұл бізде кеңінен таралған терминдер және оны сіздер ағылшын тілінде күнде естіп жүрсіздер. Олай болатын болса, сабақты әрі қарай жалғастырамыз. Сыныпты екі топқа бөліп қойдық. Сабаққа қатысушылар үшін бірінші топтың атауы, топ басшыны сайлайсыздар өздеріңіз, 44 қосу X хромосома, екінші топтың атауы 44 қосу X хромосома. Топтарыңыздың аттарын жаңа берілген параққа жазып, сөйлемесіңіз қоясыздар. Бұл жерде қарасаңыздар, ең ғана топтың атымен сөйлеместерге топтың атына байланысты бүгінгі сабақтың тақырыбы шықты. 44 тіркес тұқым қуалау. Топтардың атын жазған кезде біз айтқанбыз 44 плюс X, 44 плюс X, Y дегеніміз бүгін 28 қараша 2018 жыл. Тіркес тұқым қуалаудың хромосомалық теориясы. Сіздердің оқулықтарыңызда параграф 25 биология оқулығында. Ашамыз дәптерге жазамыз. Ашамыз дәптерге жазамыз. Енді сәл теориялық мәлімет. Томас Хант Морган деген америкалық генетик әлемге әйгілі. Генетикалық тәжірибелерін дрозофила шыбынына жасады. Көктемде жазда біз жеміс-жидегімізді, огурцы, помидорымызды ұмытып кетсек, майда шыбын қаптап кетеді. Міне осы шыбын дрозофила шыбын деп аталады. Бұл шыбын генетикалық тәжірибе жасауға өте ыңғайлы. Неліктен? Себебі оның ДНК-сының үлескісінде тек қана 4 хромосома бар. Гаплоидты жиынтығы. Сонда диплоидтық жиынтығы қанша болады? 2. Диплоидтық жиынтығы. Гаплоид 4 болса, диплоид неше болады? 2. 4 көбейту 2 тең 8 диплоидты хромосома болады жарайсында. Енді осы зертханалық тәжірибелер нәтижесінде Томас Морган дрозофила шыбынның тұқым қуалаушыны анықтаған кезде жаңағы Менделдің жасаған тәжірибесіндегі Менделдің бірінші заңы, Менделдің екінші заңы, Менделдің үшінші заңы іске аспайды. Әйел адам, ер адам, девочка, мальчик. Ағылшынша? Өте жақсы. Адамның жынысы жыныс хромосомалары деп аталады. Хромосомалар жолына байланысты. Әйелдерде ол 2 X хромосома, еркектерде Y хромосома. Ал қалған 22 жұп жынысқа қатысы жоқ, және оларды аутосомалық хромосомалар деп атайды. Сендердің командаларың аты сияқты 44 қосу X, 44 қосу X, Y. Бұл ертең сендерде тест сұрағанда сұрайды. Көрдік қой. Енді әрі қарай видео. Адамның соматикалық жасушасында хромосомалардың 23 жұбы бар. Осы жұптардың бірі жыныс хромосомаларының жұбы. Әйелдерде ол 2 X хромосома, ал еркектерде 1 X хромосома және 1 Y хромосома. Жыныс жасушаларында хромосомалардың саны гаплоидты, яғни оларда әр 23 жұптан бір ғана хромосома болады. Сондай-ақ бұл жыныс хромосомаларына да қатысты, яғни сперматозоидта не X хромосома, не Y хромосомасы болады. Аналық кометасында немесе жұмыртқа жасушада тек қана X хромосома болады. Жұмыртқа жасуша құрамында X хромосомасы бар сперматозоидпен ұрықтанған жағдайда қыз бала дүниеге келеді. Жұмыртқа жасуша құрамында Y хромосомасы бар сперматозоидмен қосылса, нәтижесінде Айгерім.
Thomas Morgan 1910-жылы тұқым қуалау теориясын ұсынды. Ненің тұқым қуалауы? Тұқым қуалаудың хромосомалық теориясын ұсынды. Келесі екінші топ. Томас Морган жынысты алдын ала білу мүмкіндігін берді. Томас Морган написал теорию заранее определения пола. Молодцы. Үйден ағылшыншасын келеміз, иә? Енді біздерде зерттеушілік жұмыстан екі оқушыға тапсырма берілген осы жыныспен тіркес тұқым қуалайтын аурулардың сипаттамасы бойынша бірінші баяндамашы бізде Балғабаев Серік болсын, 2 минут уақыт беріледі. Кестес. Дайындалып болсын, Ақтолқын. Дата Всемирного дня гемофилии 17 апреля приурочена ко дню рождения основателя Всемирной Федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля. Гемофилия – это заболевание, связанное с плохой свертываемостью крови. Причина несвертываемости становится либо дефицит, либо полное отсутствие определенных факторов. Өрмекші әдісін пайдаланған топтар түбіне жауаптарыңызды жасайық. Белгілердің сыртқы көрінісі фенотип, гомозиготалы рецессивті кішкентай екі ага болып келеді. Және де аналықтың белгісі организмдегі барлық гендерді жиынтығы генотип. Моногибридті будандастыру біркелкілік заңы болып келеді. Және аталықтың белгісі ата-ана пары, тәуелсіз ажырау заңы, гибридті будандастыру. Гомозиготалы доминантты үлкен екі ага болып келеді. Яғни мына жерде сіздерге шатастырып берілген, соны тиісінше не істеу керек? Орнына қою керек еді. Міне П ата-ана, үлкен АА гомозиготы доминантты, яғни домино жинақталды ма? Жинақталды, жарайсыңдар. Шапалақ біріншісін. Енді әрі қарай сабаққа қатысушы мұғалімдердің алдына да беріп қойғанмын. Доминоның жеке өзі шығарады. Жолдасынан көмек сұрай алады. Давайте. Бес есеп берілген, қайсысы сен үшін жеңіл, содан бастасам болады. Жеке жұмыс. Жеке жұмыс. Сіздерді шақырыңыздар. Адамда қыз. Ата-анасы сау отбасында 2 ұл және 2 қыз бала бар. Бір ұл баласы гемофилиямен ауырып 16 жасында қайтыс болған. Қалған балалары сау. Олардың балаларының туу ықтималдығы қандай дейді? Яғни біз қай генді аламыз? Гемофилия болғаннан кейін белгілері бізде мынау болу керек. Белгілері мынау болу керек. F1-де бізде F1-де нешеуі бар? 4-еуі бар. Оның 2-еуі қыз. Жақсы, сонымен бүгінгі сабақ жағымды, сендерге пайдалы болған деген сеніммен сабақты аяқтаймын. Класстан шығып бара жатып, стикерлеріңді табыс сатысының белгілі бір деңгейіне жақсырып кетесіңдер. Жақсы? Сау болыңыздар. Орындықтарды жаймен орнына қойып кетеміз.